Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге брауни печенье рецептісін ұсынамын. Бұл печенье 10 минутта қамыры жасалады, және де пеште де өте тез піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын, маған қатты ұнады. Печеньені дайындау үшін бізге қажет ингредиенттер. Бұл ұн, сары май, қант, жұмыртқа және де шоколад. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Грамдарын барлығын видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен қазір біз плитада сары май мен шоколадты ерітеміз. Осындай арнайы ыдысқа саламын. Ең жай отқа қойып, толықтай ерітуіміз қажет. Микроволновкада да ерітуге болады, бірақ ол жерде әрбір 10 секунд сайын араластырып отыруыңыз керек. Егер плитада ерітетін болсаңыз да, осылай әрдайым араластырып отырыңыз. Әзірше жұмыртқа мен қантты бір-бірімен араластырып, миксермен шайқаймыз. Аппақ болып көтерілгенше жақсылап араластырамыз. Біздің май мен шоколад толықтай еріді. Осындай күйге енді. Оны қатты ыстық күйінде салуға болмайды. Шамалы суытыңыздар. Одан соң барып, осы жұмыртқалы массамызға саламыз. Тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Біркелкі болғанға шейін араластыру қажет. Електен өткізіп ұн саламыз. Және де мен үстіне қопсытқышты салдым. Ең жай жылдамдықта араластырамыз. Ұнды салғанда бөліп салыңыздар. Сол кезде біздің печенье жақсы көтеріледі. Пергамент қағазына бір ас қасықтан осы қамырды салып шығамыз. Араларын алшақ қылып салыңыздар, өйткені ол қазір пешке салған кезде еріп, көлемі үлкейе түседі. Сол себептен де бір-бірінен жабысып кетпеу керек. Қамырды 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Шамамен 10-15 минуттай пісіреміз. Бетінде осындай пленка пайда болғанға шейін ұстайсыздар. Өзі басында шыққан кезде жұмсақ болып тұрады. Кейін суыған соң қытырлақ бола бастайды. Печенье әдемі болып шықты. Маған дәмі қатты ұнады. Шоколадты жақсы көретіндер үшін өте таптырмас рецепт. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта әлі де көп рецепттер болады. Сіздермен болған Гүлжанат, қош сау болыңыздар. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.